естимін, оқимын. Жақсы тексерейін дедім, статистика агенттігіне кірдім. Қазақстанда қазақ мектептеріндегі қазақ тілінде оқитындардың санын алдым. 2007-2007-ден 2011-ге дейін аралықта. Мені қызықтыратын 2009 санақтың болған жылы. Енді қызықты қарасам, қазақ тілінде білім алатын студенттер саны өсіп, орыс тіліндегі саны төмендеп бара жатыр. Мына жерде көрінбейді, мына жерде сызықтар. Мынау мінекей бүйтіп төмендеп бара жатыр. Орыс тілінде оқитындар төмендеп бара жатыр да, қазақша оқитындар баяу болса да көтеріліп бара жатыр. Сұрақ туады, егер қазақша оқитындар саны көбейіп келе жатса, не себепті қоғамда қазақша сөйлейтін саны аз? Сондай мәселе білім беру жүйесіне келіп тіреледі екен. Яғни санды алдай алмайсың деген осы. Яғни дата журналистикада сонда сен ойбайлаудың қажеті жоқ, нақты сандармен сен көрсете аласың. Мәселе түбі осында жатыр екен деген сияқты. Келесі нәрсе мені қызықтырған, қоғамда блогшылар өте белсенді, қазақ тіл мәселесі сонда көтеріліп жатыр. Не себепті онда бұл оқушылар, интернет қолданатын адамдар негізгі категория, не себепті олар қазақша қолданбайды? Бұл қайдан шықты? Жалпы интернетте қазақ тілін қалай біз көрсетіп жатырмыз, блогшылар? Сөйтіп мен фрейминг деген теория бар, бізде коммуникация саласында. Фрейминг қысқаша былай айтады. Фрейминг дегеніміз бір оқиғаны адамдар белгілі бір рамкада көреді, сол рамкада қабылдайды. Ол рамка басқа адамдар әртүрлі рамкада қабылдайды. Мәселен, мысық десем, біреудің көз алдына қара мысық келеді, біреудің алдына ала мысық, біреудің көз алдына мурсиясы, муркасы, білмеймін. Әркімге әртүрлі мысықтар келеді, әркім мысықты әртүрлі рамкада көреміз. Бірақ біз сол рамкамызды басқа біреуге айтсақ, мен мысында қара мысық дедім, сізге қара мысық келді. Яғни ол басқа адамға әсер етеді. Мені қызықтырғаны біздегі блогшылар, журналист емес блогшылар интернеттегі қазақ тілін қалай көреді, қандай рамкада көріп отыр. Сөйтіп мен 3 сауал болды. Сөйттім де мен біздің блогшыларды зерттедім. Ол кезде 2009 білесіздер, WordPress дүрілдеп тұрған кез, алғашқы блог құрылтай болған кез, 200 блогшыны алдым. 200 блогшының тізімін жасадым да, кездейсоқ тәсілмен әрбір екінші блогты алдым. Нәтижесінде менде 200 блог болды, содан 10%-ін алдым. 20, яғни 20 блогты алдым да, 20 блогтың ішінде менде 10-ы журналисттер, 10-ы журналист емес блогшылар болды. Сөйтіп сол блогшылардың барлығын бір мерзімдегі көктем мерзімі 2009 наурыздан бастап 2009 мамыр аралығындағы блогтардың бәрін қарап шықтым да, қазақ тілі мен қазақ туралы біздің блогшылар не жазған деген бүкіл посттарын қарап шықтым. Неге? Маған керегі бұлар қалай көрген блогшылар. Журналист деген жаңағы фрейминге қатысты ұғым бар. Бұл журналист қандай қасиеттері болады деген шетелде қалыптасқан негізгі тұжырым. Нағыз журналист осы нәрселер болу керек деген субъективтілік ол қалай қалыптасады? Мен 3 категориядан қалып: эмоционалдық, агрессивтілік және позитивтілік. Яғни менде теория гипотеза болды, біздің блогшылар не олар өте эмоционал тұрғыдан қарайды, не олар позитивті бағалайды, көреді рамкада қазақ тіл мәселесін, не негативті, пессимисті, мүлдем нашар, құрпыра, немесе агрессивті көреді деген сол үшеуін қарауға тырыстым. Сонымен менде мәселен мынандай қызық нәрсе болды. Мәселен, Әбіл әкімдігі байқап отырсаңдар, блогымда істеп сәуір айында қателеспесем, сонда эмоционалды сөздерін мен біріктіріп, мәселен, қонақтар да өз бастарындағы оқиғаларын бөлісіп жатыр, тігіншілігімен өз балаларын сонау 90 жылға шыққан жалғыз сүйсініп отыр дейді. Бұл жерде Әбіл әкімнің бұл жазбасы емес, бұл жерде бақытсыздыққа қатысты жазбасы бар. Сол жерде айтады, бақытсыздыққа телеарнаға шақырылады да, сол жерде орысша сөйлейді. Соны Әбіл әкім айтады, қаным басыма шапты деген сөз бар. Бұл экспрессивті эмоционалды реңкі бар сөз болып есептеледі лингвистикада. Яғни бұл бір эмоционалды пост бар деген сөз. Сөйтіп мен бәрін жинақтап шықтым. Мәселен, жаңағы ағылшынша аударылғаны, сол бақытсыздықпаның айтқаны, she completely my blood boiled, яғни қаным басыма шапты дейді. Сол сияқты тағы мысалдар бар, ішінде Ерболдың да мысалдары бар. Сөйтіп оны, яғни тізімі мен қараған блогтар, жаңағы 20 блог қараған, сол блогтарды салыстырдым, белгілеп отырдым, кімде қандай эмоциялық кездесті, категория кездесті, кейін оны статистикалық анализге салдық. Quasi анализ деген анализ бар статистикада. Сол анализда бізде альфа левел деген бар, 0,05 деген Pearson correlation дейді. Осы 0,05-тен егер сізді дәл келсе, сіздің гипотезаңыз дұрыс деген сөз. Бұл статистикаға, quantitative статистикада, бұдан жоғары болса, сіздің гипотезаңыз дұрыс емес деген сөз. Бірақ ол да нәтиже болып есептеледі. Нәтижесінде менде не шықты? Нәтижесінде, яғни статистикалық мәлімет нәтижесінде шыққаны я. Мынау журналист еместер, журналист еместер астында, журналистер үстінде. Енді түсінікті, журналист еместерге қарағанда көп жазды. Посты көп жазды, жаңағы аралықта. Бірақ ішінде қызыл бояу, агрессивті, байқасаңда журналистер
агрессивті түрде қараған, рамкасы агрессивті болған, қазақ тіліне қатысты көзқарасы агрессивті деген, яғни бұл біреуді ұрайын, соғайын, жығайын емес, жалпы бұл жерде ашу бар, өте үлкен, ыза бар қазақ тіліне қатысты іште. Агрессия дегеніміз осы. Келесі, ол бізде эмоционалдылық көп, басым. Тілге, қазақ тіліне қатысты нәрсені баяндаған кезде эмоционалды тұрғыдан қарастырады қазақ тілі мәселесін интернетте. Енді оған қарағанда журналист емес, блогшылар. Олар болса керісінше оларда анықтық басым. Яғни олар өз ойын эмоцияға берілмей, агрессияға берілмей, анық түсінікті жеткізу басым. Олар керісінше түсінуге тырысады. Неге ол қазақ тілі болып жатыр деген сол тұрғыдан қарастырған екен. Енді позитивті негативке келетін болсақ, журналистерде негативтілік басым, бірақ бір қызығы позитивтілік екеуінде де бірдей болып шықты. Яғни қанша дегенмен журналист блогшылар да, журналист емес блогшылар да, оларда позитивтілік қанша дегенмен тілдің болашағы болады деген ұғым сол тұрғыда қазақ тілі мәселесін интернетте көру бізде көбірек көрініс тапқан екен. Мәселен, жаңағы Ерболдың жазбасынан алынған мәселен айтады, Ерболдың жазбасын көрсетейін. Мәселен, мынау жазба бұл позитивке жатады. Мысалы, қазақ тілінде жаңадан пернетақтар пайда болды дейді. Яғни бұл қазақ тілінің дамуына қатысты, бұл блогшы, бұл үлес қосады. Яғни бұл жақсы жаңалық деп көріп отыр. Яғни бұл позитивке белгіленеді. Келесі Ерболда тағы шыққан бар. Ал 4 бірдей жағымды жаңалық, яғни жағымды деген позитивті, ұялы телефон бар қазақша сөйлей бастайды. Бұл да бұл блогшы қазақ тілі мәселесін позитивті фреймда көріп тұр деген сөз. Сол арқылы көрінді менде. Сосын бұдан енді не түйін шықты? Бұдан не шықты, қандай мүйіз шықты бұдан? Мәселен, Ерболдың Арнау деген неге бар? Салтанат деген Татьяна театрға біздің. Сол жерде Салтанатта орыс тілді деп ойлапты. Бұл жерде жаңағы блогшылар, журналист блогшылардың әртүрлі бізде не бар? Стереотиптер бар. Яғни орыс тілді болып көрінсе, ол орысша деген сияқты. Сонда анау стереотиптің бұзылғаны Ерболдың жазбасы, Арнау дуэтіне Салтанат деген Татьянаны ойнайды. Сосын барып сөйтсе, ол сұмдық қазақша біледі екен, сол Ербол оған гүл апарып бермейтініне өкінеді сол жазбада. Яғни бұл да, қазақша сөйлейтіндер көбейіп жатыр деген оның позитивті реңкке толы жазбасы. Немесе мынау Айкона қазақ тіліндегі мен неге жыным келді дейді. Нұркезеттегі бала қазақша сөйлемеді, сосын мен оған айтып салдым дейді. Яғни бұл жерде эмоция бар, агрессия емес, эмоция көрініп тұр, Сондай сияқты мысалдарды мен жинастырдым да, сөйтіп оны көрсеттім. Нәтижесін не көрдім? Блогшылар өте белсенді болды. Сол 2009 жылдары блогшылар қазақ тілі мәселе өте қатты алаңдады. Қазақ тілді журналистер, олар тілдік пресс қысымның аясында жұмыс істеп жатқаны көрінді. Сол 2009 себебі олар не себепті эмоционалды агрессивті болды? Себебі сол оқиғаның барын олар өз газетінде айта алмайды. Бірақ блог мүмкіндік бергеннен кейін соның барын сол жерге шығарды. Яғни сол кездегі медиа жағдайға байланысты болды. Келесі нәрсе ол біздегі үкіметтің тілдік мәселеге қатысты саясаты менен істеп отқан дүниесінің арасындағы қарама-қайшылықтың бар екендігі анық көрінді. Бірақ әрине бұл зерттеу әлі де толық түрде қажет, себебі мен тек 20 блогты қарастырдым және тек наурыз бен мамыр 2011 9 емес 2011 аралықтығына қамтыдым. Себебі одан кейін 2011-ден кейін білесіздер, бізде жауып тастады блогты, WordPress жабылды, содан кейін бізде ол көп дамымай қалды. Егер жалпы осы дата журналистика қызықтыратын болса, менің кеңесім Guardian'ның арнайы дата блог деген арнайы бөлімі бар. Сол Guardian'ды қарап жүру кеңес берем. Бұл ағылшынша. Мәселен, мына жерде соңғы шыққан мақаласының бірінде олар адамның жынысы мектептегі сәттілігіне әсер ете ме жоқ, университеттегі оқу сәттілігіне және оның нәсілі. Яғни соған қатысты зерттеумен бөліседі. Бұл да дата журналистика, мінекей көріп отырмыз. Яғни Asian, азиаттар, қара түстілер, ақтар, араластар деген сияқты соны насқанда сол нәтижелерді көрсетеді. Қанша пайызға үлгерімі қаншалықты көбейді, немесе азайды деген сияқты. Бұл егер ұзақ Егемен Қазақстанда мақала болса оқымас едік, Егемен Қазақстанда. Ал егер мәселен біздің соткамызда сандармен жұбырлап, бүйтіп ойнап көрініп тұрса, онда ол қызық. Яғни ол және өйткені сен өзіңнің де оған бір қатысың бар екенін сезесің. Мынау жаңағы мен жасаған карта. Енді көріне ме? 73-8 2009-да болғаны қазақ тіліндегі нәрсе. Мынау дата визуализация деген сабақ бойынша жасаған дүние. Негізгі менің айтпағым осы ғой деймін. Егер мен бір нәрсе түсініксіз айтып қалған болсам, Айжан да сұрақ бар. Осы жерде
Статистикада SPSS деген программа бар. Қазақстанда ол жоқ, 15 мың доллар тұрады SPSS. Ол Кимэпте бар екенін білем. Кимэпте журналистика факультетінде Казгоға енді алып келу керек. Ол ең дұрысы ол Excel. Негізі Excel мен Excel'де pivot table деген функциясы бар. Сол Excel'дің pivot table мен ағылшынша. Сол Excel мен негізі жақсы жұмыс істей білу керек. Негізі Excel сосын жаңағы үлкен ауыр статистиканы жасайтын ол жаңағы SPSS. Себебі даталар әртүрлі болады ғой. Нүктесі басқаша болуы мүмкін, немесе кесте болған кезде бірінші фамилия сосын аты жазылуы мүмкін. Сен соның бәрін бірге бір неге ізге келтіру керексің бірінші. Нүктенің бәрін алып тастау керексің, оны өтірік қою керексің, немесе күндердің бәрін негіздеу керексің деген сияқты. Соған Excel файл жақсы. Үлкен ауыр датамен жұмыс істеуге. Кейін мәселеміз дата журналистикадан Молдоваға тренингке барған кезде осылай отырдық 4-5 адам. Алдымызға Excel файл тастай сал. 4-5 адамбыз, ал оқиға табыңдар деді ішінен. Уақыт берілді, жарты сағат бірден бөлінді, кім не істейтіні, біреу сұрыптайды, оқиға табады деген сияқты. Менің функциям визуализация болды, картаға салдым. Соны қарап отырмыз, жаңағы бізге берілгені Молдовадағы мектептерде оқушылардың және оқушылардың саны және класстарға бөлінген жыл бойынша. Соны қараймыз, кейбір класстарда оқушы жоқ. 2007-де 5 оқушы болды, 3-ші класста, 2008-де ол класста 2 оқушы. Ана оқушы қайда кетті сонда? Жер жұтты ма? Әр класста сондай жоқ болып тұрды. Сөйтсек Молдовада ата-ана балаларын тастайды екен де өздері кетіп қалады екен жұмыс істеп, жағдай нашар. Яғни оқиға шықты. Бірақ мені қызықтырғаны Молдовада да біз сияқты әртүрлі ұлттың өкілдері тұрады. Негізгі 3 ұлт өкілі бар: гагауздар, молдавандар, орыстар. Бұлар қаншалық тату. Мектепте мен соны жауап табу үшін не істедім? Бастауыш класста аралас қанша бала бірге оқыды да, жоғары классқа көшкен кезде гипотезам олар бөлініп кете ме жоқ па? Әлде сол балалар сол класста қала бере ме жаңағы ұлтты бойынша деген сияқты. Сөйтіп карта жасаған кезде молдавандар өздері таңғалды, олар ол туралы білмеген. Сөйтсе қалалық жердегі мектептерде жаңағы нәрсе сақталады екен. Қалалық жердегі жаңағы толеранттылық басым. Ал ауылдық жерде мектептерде жоғары сыныпқа көшкен кезде балалар өз тілінде оқытатын мектепке қарай ауысып кете берген екен. Яғни бұл картадан бірден көрінген кезде бірден картина анық болды. Егер жай бүйтіп сандар ғана жыпырлаған болса, ол және ол сандар жаңағы бізге лақтырған даташы жасырып жатты. Біздің функциямыз соны тауып алу болды. Асхат, өте қызықты, көп мағлұматтар алдық. Енді сен жасаған баяндаманың 100% болса, 100% да қызықты мен үшін. Сұрақ, мынау дата журналистика деген, сен алдымен біз даже білмедік та бұл не екенін, өзің түсіндіріп өттің. Айналысқандар бар ма? Жоқ, айналыспаймын. жоқ, сендер айналысып жүрсің, өзің білмейсің дедік. Иә, мен айналысады екенмін, өйткені бүгінгі баяндаманың өзіне пайызға шарт не алып келіп отырмын, мен білмейтін едім. Біріншіден, мына осы дата журналистиканы қабылдауға бұл өте қажет. Өйткені қазір бізде экономика тақырыбына болса, статистикаға өзің білесің, Ербол арнайы мектеп аштың. Өкінішке қарай қазақ журналистері өте төмен деңгейі. Бұл өте бізге пайдалы нәрсе болғандықтан қазақ журналистері, Қазақстан журналистері осы дата журналистиканы меңгеруге қаншалықты дайын деңгейі. Екіншіден, бұны осы арнайы оқу орындарында, журналистика факультеттерінде оқуға деген ұсыныс жасадың ба? Иә, өте жақсы сұрақ. Менде толғандарды журналистика журфакты сұрап бергеннен кейін қазір студенттерім отыр. Бірінші кездескен кедергі статистика туралы қазақша кітап бар ма? Статистика туралы кітап бар екен, бірақ орыс тіліне аударылған және оны тек қана статистика департаментінде оқитын студенттер ғана оқиды екен. Яғни гуманитарлы дисциплинада пәндерге арналған түсінікті статистикаға байланысты еңбек жоқ. Яғни гуманитарлы біз сияқты салада жүргендердің кітабы жоқ. Екіншіден, бұл дүниенің барлығы ағылшынша. Ағылшынша білетін студенттердің саны қанша, яғни не болмаса интермедиаттан жоғары деңгейде студенттер жоқ болып шықты. Үшіншіден, бізде журналистикада жалпы, мәселе журналистерде емес, журналистикада Қазақстанда журналистерде емес, бізде журналистиканың өзінде сандармен жұмыс істей білу деген нәрсе бізде тренд болмаған Қазақстанда. Экономиканың өзі енді келіп жатыр. Осындай кедергілер бар. Егер осыны жеңе алса, егер бірінші курстан бастап журналистер ағылшын тілін біліп келу міндеттелсе, бірінші курстан бастап оларға статистика оқытылса, онда бәлкім 3-4 курстан бастап дата визуализация, дата журналистиканы оқыта бастауға болатын шығар. Бірақ әлемде тек қана қазір 2-3 жерде ғана дата журналистика магистратура ашылды. Дүние жүзінде 2-3 жерде ғана. Өйткені бұл жаңа сала, тың сала. Сосын дата журналистикада тек сіз журналистика саласында емес, кез келген салада жұмыс істей аласыз. Себебі дата аналитик компьютерде де керек, банкте де керек, бүкіл салада керек. Дата аналитик деген ол супер-пупер өте сондай. Ақшасы да көп, өйткені өте тиянақтылық қажет етеді, академиялық білімді қажет етеді, статистиканы түсінуді қажет етеді. Сол жағынан иә. Бізде негізі дұрыс көтеру керек бұл мәселені. Ұсыныс жасалған. Ұсыныс жасалды, бірақ жаңағы кедергілерді көргеннен кейін
бізге